Мен ол кезде 10 жаста болатынмын, және де біздің үйге біреу кіріп кете ме деп қатты қорқатынмын. Мен жай ғана қорқпадым, мен тіпті өз бөлмемде өзім жалғыз қалуға да қорықтым. Сосын бір күні жаздың уақытында мен ұйықтауға тырыстым, және де төбеден бір түрлі дауыстар естідім. Және сол кезде қатты қорқып кеттім. Сосын бірнеше күн бойы менің бөлмемде қатты ыстық болды. Бұл біртүрлі болды, себебі біз жақында ғана вентиляциялық тесіктер қойған едік. Мен әкемді осыны тексерсін деп шақырттым. Сосын ол вентиляциялық есікті ашты. Яғни өзінің құрылғыларын алуға кеткен еді. Сосын мен бір қорқынышты, біртүрлі жан түршіктірерлік түрді көрдім. Вентиляциялық тесіктен бізге, әкем екеумізге бір арық еркек қарап тұрды. Мен ботыма тышып қойып қатып қалдым, және де оны көрмегендей болып отырдым. Сосын әкеме бардым. Сосын менің 10 жастарлық миыма әкем екеумізге қашып кету керек деген план болды. Сосын мен олай істемеуді шештім, себебі мынау мысығымды әлгі жалмауыз адаммен қалдырып кеткім келмеді. Сосын мен салфетканы алдым да сол жерге әкеме хат жаздым, және де әкемнің қолына бердім. Вентиляциялық тесікте адам бар. Әкем бірден осыны оқып үлгермеді, және де бұл не деп менен сұрады. Сосын біз төбеден біртүрлі дауыстар ести бастадық. Әкем бұны түсінген сияқты болды, өйткені менің қолымнан ұстап полиция шақырды. Оны полициялық қызметкерлер ұстап алды, және де түрмеге алып кетті. Бәрі жақсы бітті, бірақ мені бір ой мазалады. Ол адам 3 күн бойы біздің вентиляциялық тесігімізде жүрді, және де бізді өлтіріп кетуге де болатын еді. Және сол ой мені әлі күнге шейін қорқытып келеді.